Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен Айжан. Бүгін сіздермен қазанның қақпағында дайын болатын тандыр нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді әрі ерекше дайындалады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен жылы суымызға ашытқымызды салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Міндетті түрде біздің суымыз жылы болуы тиіс. Ал ендігі кезекте оның үстіне бір ас қасық тұзымызды салып, біздің тұзымыз ерігенше тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Осы екі ингредиентті салып болғаннан кейін біздің ашытқымыз ашу үшін бетін салафанмен жауып жылы жерге қоятын боламыз. Шамамен 15 минутқа жылы жерге қойып қойыңыздар. Содан соң біздер ұнымыздың ортасын осылай ашу арқылы, я болмаса қолмен, я болмаса осылай қасықпен ашу арқылы біздер қантымызды салып, тағы да барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Қолдың көмегімен, я болмаса қасықтың көмегімен өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай осылай араластырып алыңыздар. Содан соң біздің ашытқа қосылған сұйық массамызды осылай ұнымыздың үстіне 2-3 бөлікке бөле отыра жақсылап барлығын құйып араластыратын боламыз. Мінекей бізде бірінші бөлігін құйып алдық. Содан соң біздер қасықтың көмегімен біздің қамырымыз қоюланғанша қасықтың көмегімен осылай барлығын араластырып алатын боламыз. Мінекей бізде барлығын араластырдық. Ендігі кезекте екінші бөлігін құямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің сұйық массамыздың түбінде тұнба тұрып қалады. Сондықтан оны осылай жақсылап шайқап ішперіп барлығын құйып жақсылап араластырып алыңыздар. Мінекей осылай қасықтың көмегімен бас жағында осылай араластырып аламыз. Содан соң біз қолдың көмегіне жүгіне отыра барлығын жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей достар, осылай біздер жұмсақ қамырымызды илеп алдық. Содан соң біздің қамырымыз одан сайын өте жұмсақ болып пісуі үшін оның үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да қамырымыздың барлық жағына жететіндей етіп, қолымыздың көмегімен 2-3 мәрте басып шығатын боламыз. Мінекей достар, барлығын осылай басып шығыңыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шықты. Содан соң оның үстінен 15 минутқа салафанымызды жауып, шамамен 15-20 минутқа манағы айтқандай жылы жерге қойып қоятын боламыз. Шамамен осылай тынықтырамыз. Мінекей достар, 15 минут өткеннен кейін біздің қамырымызды алып, оны 2 бөлікке бөлеміз. Бізде 2 тандырнан шығады. Осылай 2 бөлікке бөліп, доңғалақ формасын шығарып, тағы да 5-10 минутқа тынықтырып қоятын боламыз. Енді осы кезекте біздер қазанымызды дайындаймыз. Қазанымыздың қақпағын осы жай отқа, я болмаса орташа отқа қойып, видеода көріп тұрғандарыңыздай отымызды жағып, орташа отқа қойғаннан кейін қазанымыздың қақпағын осылай үстіне қойып, біздің қазанымыз қақпағын жаңағыдай қыздыратын боламыз. Содан соң қазанымыздың өзін дайындаймыз. Біздің қазанымыз күйіп кетпес үшін оның астына бір уыс тұзымызды салатын боламыз. Содан соң оның асын орташа отқа қосып қоямыз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай тұзымызды салып қойдық. Ендігі кезекте біздер тандыр нанымыздың бір бөлігін алып, осылай ортасынан жұдырықпен бір түйіп, жұдырықпен. Содан соң барлығын осылай жұдырықтың көмегі арқылы тандыр нанымыздың формасын шығаратын боламыз. Мінекей барлық жерін осылай жұмыртқының көмегімен түйу арқылы біздің тандыр нанымыздың формасын шығарып алдық. Содан соң біздер тандыр нанымыздың төменгі бөлігін осылай аударатын боламыз. Ал біз қазір жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп алып, жұмыртқаның ағын осы тандыр нанымыздың астыңғы бөлігіне жағатын боламыз. Қазір біздер қазанымыздың қақпағына жайған кезде ол түсіп кетпей өзінің формасын ұстап тұру үшін. Мінекей біздер қазанымыздың қақпағын қыздырып алдық. Содан соң осылай видеода көрсетілгендей таба нанымызды осылай жайғастыратын боламыз. Содан соң оның үстіңгі бөлігіне жұмыртқамыздың сарысын жағып барлығын жақсылап жағатын боламыз. Мінекей біздер жұмыртқаның сарысын салып алдық. Ендігі кезекте барлық жағына жететіндей етіп жағып аламыз. Содан соң оның үстіне әсемдеу үшін өздеріңіздің қалауларынша кунжут, я болмаса мак сепсеңіздер болады. Мен оны кунжуттың көмегімен әрледім. Ендігі кезекте 15 минутта шамамен қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, осылай біздің таба нанымыз өте дәмді, қып-қызыл, толықтай барлығы пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін.
Мінекей, содан соң осылай табан нанымызды пышақтың көмегімен ыссы күйінде осылай табанның қақпағынан ажыратып алатын боламыз. Бұл әдетте пешке піскен наннан айырмашылығы өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менің алдағы видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Мінекей, видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, толығымен барлығы пісіп шықты. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, ас болсын.